Каспий KZ'тегі магазиндегі тауардың жарнама бағасы деген не? Жарнама бағасы тауарды Каспий KZ'тегі магазинде өткізу қаншалықты тиімді болатынын айқындайтын көрсеткіш. Ол неғұрлым жоғары болса, компанияның нәтижесі соғұрлым жақсы болады. Көрсеткіш пайдаланушылардың қанша үлесі тауарды оның карточкасы бойынша басқаннан кейін сатып алғанына байланысты. Бұл конверсия деп аталады. Бағалау бір санаттағы барлық тауардың конверсиясына қарай есептеледі. Конверсиясы ең жоғары позиция 10 деген ең көп балл алады, ал конверсиясы ең төмен позиция ең аз балл алады. Көрсеткіш карточкадағы барлық серіктеске ортақ. Егер тауардың конверсиясы жақсы болса, онда барлық сатушыда жарнама бағасы жоғары болады. Бұл сатып алушылардың сұранысқа ие ұсыныстарын жақсырақ өткізуге мүмкіндік береді. Егер тауар 2000-нан астам қаралым жинаса, және ол Каспий магазинде кем дегенде 30 күн сатылса, баға пайда болады. Көрсеткіш тауарыңыздың жарнама ұсыныстары арасындағы орнына әсер етеді. Егер жарнаманы іске қосқан кезде бірнеше серіктес бір басқаны үшін бірдей мөлшерлеме белгілесе, сатып алушылар үздік жарнама бағасы бар ұсынысты жиі көреді. Жарнама компаниясын іске қосқанда тауардың бағасын көре аласыз. Ол үшін Каспий Pay мобильді қосымшасында маркетинг сервисіне өтіңіз. Магазиндегі тауарларды жарнамалау деп таңдаңыз. Жарнама бастау деп басыңыз. Сосын тауарлар қосу деп басыңыз. Мұнда тауарлар мен олардың бағасы көрсетіледі. Іске қосылған компаниялардағы жарнама бағасын талдаудан көруге болады. Маркетинг сервисіне өтіңіз. Магазиндегі тауарларды жарнамалау деп басыңыз. Мәліметтерін көру деп басыңыз. Мұнда өзіңіз жарнамалайтын тауарлар мен олардың бағасы көрсетіледі. Табысты сауда тілейміз.